Ассалаумалейкум. Так, мынау Starline A93 Eco. Starline. Міне, машина ескілтеп қойдық та. Мына температура қоятын болсақ, мысалы таңертең өзі қызып тұратын минус самый өзің определенный уақытына қойсаң, мынаны басып тұрасың. Үшінші кнопка. Температура қоясың. Міне минус 3, минус 6, минус 9-ға да қоюға болады. Минус 12, минус 15, минус 18. әртүрлі жоғары жақтарға Астана деген сияқты қалаларға арналған осы минус градустар. Бізге жобамен мына погрешность бар. Мысалы далада минус 20 болып тұрса, бізде минус 15 көрсетіп тұрады. Осыған қойып қойсаң болады, өзі қазір автоматически өшеді. Болды. Температура қойылды, өзі көрініп тұр ғой мына жақта. Алып тастайтын болсаң жаңағындай сол. Басасың, міне алып келдің ғой. Болды. Сөндіріп тастадым, алып тастадым вообще температурадан. Бұл басқа модельдерде басқаша шығар. Қайтадан қойып қоямын. Минус 15. Болды. Дымда тиген жоқ му, өзі сөніп болады. Мен қазір қосылды қайтадан температураға. Болды. Сол өзінің минус температура болған кезде көрсетеді. Сосын сіздерде не жалғанып тұру керек, патрубкаға сигнализацияның өзінің термодатчигі. Үшінші кнопканы басқан кезде міне аккумулятор көрсетті. Ішкі салон, мынау мотордағы. Қазір 59 болып тұр. Негізінен 59 емес, 90 болу керек. Көріндір ғой. 59 болып тұрса, значит, погрешность бар. Минус 15-ке қоймаймыз. 59 емес, 90 болып тұр ғой бізде. Мына ши керіп тұр да. Мен минус 12-ге қойып қоямын. Минус 9-ға или 12-ге де қоюға болады. Осыдан қойып қоямын. Сол сияқты. Енді погоданы қарап жүреміз, температураны машиндегі. Салон 60. Өзі кейде датчиктің өзі сөйтіп ойнап тұрады да температура. Мен де жап-жаңа машина сөндіріп едім ғой.